Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның әйелі Айша анамыз бір күн айтқан екен. Пайғамбардың білесіздер, бірнеше әйелі болған. Сол кезде Айша ішіндегі ең кішісі, әрі жаңағы қызда үйленгені, соған тұрып айтады дейді ғой, мені сүйетіндігіңізді дәлелдеп бере аласыз ба депті. Бүкіл әйелдеріңіздің алдында можешь доказать? Пайғамбардан сұраған ғой, мені сүйесіз ба деп. Я жақсы көремін, сені сүйемін дегенде, соны дәлелдеп бере аласың ба? Бүкіл әйелдің алдында айта аласың ба? Духың бар ма депті. Инстаграмға суретіңді қоя аласың ба депті менімен. Заманауи еді айтайын. Сөйтсе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям депті. Я айталам бәріне депті. Сені жақсы көретінімді, сүйетінігімді айталам депті. Онда депті құрма дәлдеп бере аласың ба десе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деп қолына құрма беріпті. Көресің, ертең айтам осылай, құрма берген әйелімді жақсы көремін деп. Соны әйелдер бәрі отырып қалса керек бір момент түсіп. Соны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айшаға соны айтыпты да, соны кетіпті. Басқа әйелдеріне барған ғой. Соны барған кезде бәріне құрма беріпті. Ертесі күні осы жерде отырғандардың ішінде қайсыңа құрма бердім, соны ең жақсы көремін десе, Айша анамыз бүйтіп қарап, мен жақсы көреді екенмін ғой деген екен да. Яғни амал ғой енді. Бірақ енді бұл жерде еркектерге бұл үлгі емес. Жалпы айтып жатқаным, бұл көңіл табуына үлгі. Бірақ алдау жағын өтіп кетпеңіздер. Сондықтан әйелдің аузын жабам деп жүрген әйелдер бар. Енді еркектер бар. Әйелдің енді бәрі сөйтеді ғой, әйелдің бәрі балаға киім жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Әйел адам бәлен түгілен анау айтты сөйлей береді. Соны естіп жүрген еркектер. Әйелдің аузын жабам деген еркек әйелдің көңілін жерге түсіреді. Көңілін жабады. Оның әйелдің аузының жабылуы оның көңілінің толық суын алып келеді. Орыста безразличие дейді, Қазақста енжарлық деген сөз. Енжарлық қалып келеді. Әйел адам оны еркек сияқты эмоциясын көрсете алмауы мүмкін, бірақ әйелдің аузының жабылуы деген сөз өмірден түңілуі деген сөзге алып барады. Әйелдің көзін жасын сүртетін де сіз, ер азаматтар, әйелдің көңілін көтеретін де сіз, үмітін жалғап беретін де сіз, гүлдендіретін де сіз, күлдегі бөшіретін де сіз. Сондықтан әйел қисық қабырғадан жаратылды. Бірақ ол қисық қабырға деген сөз әйел ана жәннеттің үстінде тұрады, білесіздер, табанның астында. Қызды қорғау жәннетіне жол болады. Қарындасты қорғау сол жолда үлкен мәртебе болады. Сондықтан әйелді қорғаған адамды Алла қорғайды. Әйелін сақтаған адамды Алла сақтайды. Әйеліне пана болғанда Алла ұрпағына пана болады. Әйелді жақсы бағалаған адамды Алла тағала намазы да, оразасы да, ғибадаты да, дұғасы да бүтін болады. 4 құбылаларыңыз бүтін болсын.